кишинин баласына үгіт насихаты. Балам, бір заман сен менің қортайғанымны көрірсің. Қартлық емсіз көрінсе де, сабырлық көрсетіп мен артық көрмесең еді. Ашап отырғанда қолларым дірілдеп, ризығым иденге түшсе де, киімлерімні өзім кие алмасам да, ашуланма меңа балам. Есіңе түшір. Нешік мен сені, кішкене вақытта сен ішлей алмаған айбірлеріні, нешік мен сеңа өзім үйретті едім. Сабыр бол, балам. Дүния болғаш түрлісі болар. Әгер де орын үстінде харакетсіз ятырға туры келсе, менен ауыр ис келсе, жиренме менен, балам. Сеңе түшір, нешік мен сені бәләкей вақытта шистап пөхте матур иттеріп киіндіріп ерте едім. Әгер де урамда ергенде, аяқларым қылтырап, өзім гіне ери алмасам, ұялма менен, балам. Ұялма. Қоларыңа көтеріп ал. Иғылып ятарға ерік берме. Ұялма. Сен тәпі ери алмағанда мен бір қойшанда кішілерден ұялмадым. Сені қолымнан да түшірмәдім. Балам, тұрмыш вақытларына қызықмыша, өлімге әзірленіп ятуымыша ашуланма. Сен меңа қазір яқшылық ішлеп қалдырға тырыш. Сен ішлеген яқшылықларың сен амыңа біле қойташақ. Сенің елмайуың, сенің матур қарашың мен әлі де шатландыра. Лекен мен сен ашуын айтасы келе. Сен дүнияға келгенде, мен сенің білен болдым. Мен өлгенде, сен янымда болсаң еді. Балам. Үгіт насихат. Дұрыс бұлдыра ештерге. Молодец, шундай нелер. Ана шундай сөзлер. Дәріс боларақ барсын, ғибрат боларақ барсын. Шуңа көре әтиянилерімізді соқылайық.